жүз жасаған жамбылды мұхаң, ғасырым депті көздірі. Екі заманға таразы тәтем, екеуі доның өз тілі. 90-дағы ақын шалымын көріп, солмайдау депті қасталант. Дәрия тілдің ағынын көріп, болмайды депті сөздігі. Мұхтарды көріп жамбылда сонда, абайдың жаңа түрі деп, заманы бірге жасабайына сүйкеніп апты бір рет. Басқасын қайдам, басың жақсы екен, осындай болсын бас болса, шақша бастар мен шоқша бастардың болатын еді мінігі. Біздің де баста мін жетеді деп, күліпті мұқан кермейік. Өз мінін біліп, өзекке тепсе жамбыл айтыпты, ер биек. Кеменім келші бауырыма деп, мұқаңа жамбыл ұмтылған. Ойлапты